Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 29-шы бетіндегі Non-Verbal Language тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Check the meaning of the words in the books and match them with phrases 1 to 5. Яғни, мына жерде берілген жаңа сөздерге қара және мына бет әлпеттермен сәйкестендір дейді. Бастадық. Біріншіде әрине happy болады, бақытты. Екіде surprised, таңғалған. Үште angry, ашуланған. Төртте tired, шаршаған. Және бесте confused, абдырап қалған болады. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада біз мына текстті оқып, what is a non-verbal language? Is it important? Яғни non-verbal language деген не және де ол маңызды ма? Сол туралы өтетін боламыз. Егер қаласаңдар, мен бірден аударып берейін. Бастадық. How do people communicate дейді. Адамдар қалай әңгімелеседі. Бастадық. When we speak, we use words, but we also use non-verbal language. Когда біз әңгіме айтқан кезде, когда біз сөйлеген кезде, біз сөздерді қолданамыз. Бірақ оған қоса біз non-verbal тілді де қолданамыз. Яғни ол невербальный тіл деп айтады. Ол бізде мысалға язык жестов дейді ғой. Вербальды емес тіл деген ол мысалға қолмен сөйлесу деген секілді, немесе мимикамен сөйлесу деген секілді, соны айтамыз. We communicate only 7% of message with words or verbal language. Non-verbal language doesn't use words. Яғни, non-verbal language-ге, невербальный тілге бізге сөздер қажет емес дейді. In a conversation, we listen to people, but we also watch them. Біз әңгімелескен кезде біз адамды тыңдаймыз, оған қоса біз оны көреміз. We understand when people are happy, sad, confused or angry. Яғни біз көреміз адамдардың бақытты кездерін, көңілсіз кездерін, немесе абдырап, немесе ашуланған кездерін. We use facial expressions and gestures. Біз қолданамыз бет әлпет сипаттамаларын, немесе gestures деген ол бізде қолды қолдану, немесе дене тілі деген, қол тілі, дене тілі дегенді айтады. Imagine you are in a cafe China, but you don't speak Mandarin. Представь, ойлашы деп бар. Представь, сен кафедесің Қытайда, бірақ сен Қытай тілін білмейсің. A Chinese woman asks you a question and you say, sorry, I don't understand. Сен қытайлық әйел адам сенен сұрайды сұрақты, сен айтасың, кешірші, мен түсінбедім. She doesn't speak your language, but she understands you. Ол сенің тіліңді білмейді, бірақ ол сені түсініп тұр. That's because you look confused. Өйткені сен көрінесің абдырап қалғандай. The woman understands your non-verbal language. Өйткені әйел адам сені түсінді, невербальный тіліңді дейді. In writing, we also use non-verbal language. Colors communicate important information. Жазған кезде де біз невербальный тілді қолданамыз. Түстер де бізде маңызды информация үшін. Everybody understands that red means stop, dangerous. Барлығы түсінеді, что қызыл түс білдіреді, стопты, яғни тоқтат, dangerous, опасность келе жатыр дегенді. Green түсіндіреді, go, safe, green түсіндіреді, бар немесе қауіпсіз бол деген сияқты. We also use pictures and symbols. Біз тағы да қолданамыз суреттерді және символдарды. In this book, a CD symbol means listen to the CD. Яғни бұл кітапта мысалға CD-ның белгісі ол мына аудионы тыңда дегенді білдіреді. Аудионы тыңда дегенді білдіреді. People from different countries use different verbal language to communicate, but everyone understands non-verbal language. Яғни адамдар әртүрлі мемлекеттен әртүрлі вербальды тілдерді қолданады, бірақ олар түсінеді бір-бірінің невербальный тілдерін. Мысалға мына баланы қараңдаршы, окей дегенді, күшті дегенді қолмен көрсетіп тұр деген сияқты. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырмада сендерге айтады, оны түсіндік, енді невербальный тіл не үшін маңызды екен дейді. Non-verbal language is communication with facial expression and gesture, colors, pictures and symbols. It is important because it helps to us communicate when people don't speak our language. Яғни айтады, невербальный тіл әңгімеде ол бізде қолданады, бет әлпет сипаттамаларын, gesture, яғни жесттарды, түстерді, суреттерді немесе символдарды дейді. Бұл маңызды, өйткені ол көмектеседі бізге әңгімелесуге, когда адам сөйлесе алмайды біздің тілімізбен дейді. Үшінші тапсырма true false.
Most communication is non-verbal, yeah. Көптеген әңгімелер бізде невербальный болып келеді дейді, yeah. All true, yeah. Verbal language is language with facial expression. Вербальды тіл дегеніміз ол бізде тіл бет әлпетпен байланысқан, бет әлпеттегі сипаттама дейді. Жоқ, олай емес. Өйткені verbal language деген ол бізде тілмен, yeah, сөзбен сипатталады. Үшінші, people use gestures in conversation. Адамдар жесттарды қолданады әңгімеде дейді. Ол true. Төртте, it's impossible to understand someone if we don't speak their language. Бұл невозможно түсінуге біреуді, егер біз олардың тілін түсінбесек дейді. All false болады. If we don't speak someone's language, we can understand their non-verbal language. Егер біз біреуді түсінбесек, біз түсінеміз олардың невербальный тілін дейді. Ары қарай 5. Red and green communication the same information everywhere. Яғни қызыл жасыл да бізге информацияны береді дейді. Ол әрине бізде true. Енді төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада сендерге айтады use non-verbal language to communicate these messages to your partner. Яғни сен қолдануың керексің невербальный тілді мына сипаттамаларда. You are disappointed. Сен көңілсіз қалдыңыз. You are scared. Сіз қорықтыңыз. Яғни балалар мына сіз қорықтыңыз дегенде сен қорқыту түрін көрсетуің керек қой деген сияқты. You haven't got a pen. Сенде ручка жоқ. Сенде ручка жоқ дейді. You are cold. Сен тоңдыңыз. Сен тоңғанда қандай іс-әрекетті көрсетесің. You don't understand the question. Сен сұрақты түсінбей тұрсың. It is late. Кеш болды. Жалпы балалар каналға тіркелуді ұмытпа, себебі мына жақта БЖБ-ТЖБ-ны да талдаймыз, кітапты де талдаймыз. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпа. Ағылшын тілінен бірге 5 шығайық. Goodbye, have a nice day. Комментарийге рахмет деп жазып кет.